Келесі біздің құралымыз бұл өшіргіш болып табылады. Бұның көмегімен мысалға суреттердегі әртүрлі нелерді бірнеше слойлы, мысалы мына суретте 2 слой қоятын болсақ, мысалы бірнеше слойдан өшіру үшін қолданылады. Мысалға қазір мен өшіріп жатырмын, ал бірақ ол өшіп жатқан суретке ұқсап жатқан жоқ. Себебі біздің немізде фонында да тағы да сол сурет тұр. Ал егер сол суретті іздейтін жасыратын болсақ, мына өшірген жеріміз бізде ажырап шығады. Және де бұл суретті өшіріп тастап, мына фонның өзін өшіретін болсақ, бізде фондағы суретіміздің түсі астындағы неге осы түс шығады екен. Ал егер осы фонның түсін мысалға басқа түс қоятын болсақ, өшірсек басқа түс болады екен. Ал егер мына түстерді автоматты түрде қалпына келтіргіңіз келсе, ағылшынша д әрпін бір рет басу жеткілікті. Сонда кәдімгі қара және ақ түсті, міне көргеніңізде қара және ақ түсті неге ауысады, түстер жиынтығына ауысып қалады екен. Және де өшірген кезде астында ақ фонмен өшірілетін болады екен. Және де келесі құралымыз бұл біздің құю, заливка, яғни құю құралы. Бұл құралдың көмегімен біз мысалға мына суретке жаңа бір ерекшелеу енгізетін болсақ, мысалға бір ерекшелеп, және де сол заливканың көмегімен мына жерден түс таңдап, мысалға қандай түс таңдаймыз? Пипетка құралының көмегімен мысалға мындай бір түсті қояйық. Және де құю құралының көмегімен соны суреттің ішіне бұл құралымыз бұл суретте жұмыс істемей тұр. Себебі бұл сурет растрлық сурет болғандықтан бұл нені қабылдамай тұр. Біз басқа сурет ашайық, және де соған жаңа слой ашып, және де заливкамен бұны құюымызға болады екен. Және де бұның шеттері, жаңа қырларын егер Ctrl-D пернелерін бассақ, ерекшелеуі өшеді екен. Егер де сізге бұның қырларын сәл көрінбейтін етіп неғылайын деген болсаңыз, контурларын онда жаңа растушевкаға мысалы 50 пикселға көбейтіп қойсақ, сол кезде біздің құйған заливкамыз, бояуымыз сәл шайылып құйылады екен. Мынандай қалыпта құйылады екен. Және де бұл жерде мынандай саусақ дейтін не бар, құрал бар. Бұның көмегімен мысалға мысал үшін мұрын ұшын былай тартуға болады. Мысалға бұл жер жай өте жаман көрініп қалды, бірақ негізі мен жақсылап істеуге болады. Және де мына жерде ағартыру құралы бар, және де соның қатарында қарайтыру құралы, сәл қарайту құралы. Бірнеше рет жүрсеңіз, қанша рет көп үстінен жүрсеңіз, сонша суретіңіз қара түстер, тұнық түстер көбейеді, тұнық түстер каналы толыға береді екен. Және де бұл жерде губка құралы суретіңізді суретіңіздің түсін жоғалтып, қара және ақ форматындағы суретке
ауыстырады екен. Мысалға көзінің айналасын бояйтын болсақ, мына жер қазір түссіз, тек қана ақ-қара түстегі суретке айналып қалды. Келесі құралымыз текст. Бұл кәдімгідей әртүрлі недегі тексттерді енгізе беруімізге болады бұл жерде. Және де фотошопта бірнеше шрифттар жинағы да бар екен. Бұларды да өзгертіріп, және де көлемін өзгертуімізге болады. Мысалға, бұлайша қатардан списоктан таңдап, немесе өзіміз қалағанымызша, мысалға 172 деп үлкейтіп қоюымызға болады екен. Және де бұл тексттердің түсін бізде қазір алдыңғы план түсі қандай болып тұрған болса, сол түспен текстіміз жазылады екен. Ал егер біз текстімізді мысалға қызыл түске қойғымыз келсе, текстті ерекше деп қойып, қызыл түсті аламыз, және де текстіміз қызыл түске ауысып шығады екен. Және де бұл текстті біз әртүрлі нелермен деформациялауымызға болады екен. Мысалға, мынандай нелер бар, әдістер бар. Және де бұларға ешқандай шектеу жоқ. Қаншалықты фантазияңыз күшті болса, соншалықты бұл нелермен жұмыс істей беруімізге болады. Мысалға, тағы бір мынандай нелерді көрсетейік. Мынандай нелер жасауға болады екен. Келесі құралымыз бізде жай ғана тіктөртбұрыш немесе шеңбер салатын фигура құралы болып табылады. Бұл құралдың көмегімен біз, мысалға, жоғарыда құрал аспаптың қасиеттері панелінде көрсетіліп тұрғандай бірнеше нелер бар. Мысалға, тіктөртбұрыш сызатын болсаңыз, тіктөртбұрыш несін таңдап алып сызсаңыз, тіктөртбұрыш сызып береді. Ал келесінен қырлары жоқ төртбұрыш таңдайтын болсаңыз, бізге қыры жоқ төртбұрыш таңдап береді. Бұл жердегі төртбұрышымыздың шекаралары, қырлары 10 пикселға шеңберленіп тұр. Ал егер бұны одан да көбірек не аламыз, мына жерде радиусын жай ғана үлкейте салуымызға болады. Мысалы, 30 пикселға үлкейтетін болсақ, радиусы көріп тұрғаныңыздай көбірек шеңберленіп кетеді. Сол сияқты шеңбер салу, және де бесбұрыш деген сияқты. Және де мынандай фигуралар жинағы да бар. Мына жерде ашсаңыз, барлығын көрсету деп қойсақ, бірнеше фигуралар жинағы бар біздің Photoshop бағдарламасының базасында. Мысалға, мынандай бір жүректің несін алайық. Көріп тұрғаныңыздай, Photoshop бізге дәл сол таңдаған немізді сызып берді. Бұл құралдармен келесі бөлімдерде тағы да жақынырақ танысатын боламыз. Ал әзірше осы саймандар туралы видеолар жинағы осы болып тұр. Келесі бөлімдерде видеолармен, суреттермен шынайы жұмыс жасайтын боламыз.